Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін бізде сұхбатта жауынгерлік самбодан жастар арасында Қазақстан және Азия чемпионы Сайданова Гүлмайра қарындасымыз. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Алғашқы сұрақ, қай жылы және де қай өңірдің тумасысыз? Өзім Ақтөбе облысының тумасымын. 2005 жылы сол өңірде дүниеге келгем. 2005. Спортқа қалай келдіңіз? Бәрі қалай басталды? Спортқа ақыл тоқтатып келдім. 9-шы сыныпта басында мүмкін энергиям көп болғаннан кейін соны шығаратын жер керек болғаннан кейін болған шығар. Ал кейінірек ол спорт өмірімнің мәні болып кетті десем болады. Неге ол осы спорт түрі? Неге ММА, жауынгерлік самбо спорты? Негізі ММА бұл күресті, соққыны, жалпы бүкіл спорт түрлерін қамтитын спорт. Ол менің ойымша адамның мүмкіндігін шектемейді. То есть бұл спортта күрескің келсе, күресіңді шыңдауға болады. Егер соққыңды шығарғың келсе, соққымен күресті араластырып әмбебап болуға болады деп ойлаймын. Сонысымен қызық болды. Сонысымен қызық болды. Негізі бұл спорт қаттылықты қажет етеді. Осы мысалы жарыстарға шығасыз, жарақат аласыз. Негізі жарақат көп спорт түрі ғой. Сол отбасыңыз, ата-анаңыз бұған қарсы болған жоқ па? Бұл спортқа басында келген кезде әрине ойым болады. Әрбір ата-ана өзінің баласын уайымдайды ғой. Қазірге дейін әр шыққан жарыстарына әр сәтіме уайымдап отырады. Бірақ өзімнің таңдауым болғаннан кейін маған ешқашан ата-анам особенно шектеу қойған емес. Және де уайымдаса да бар қолдауын білдіріп отырады. Жарыстарда бір үлкен жарақат алған кезде қызым осыны қойшы деген ондай сөздер болған жоқ па, айтқан жоқ па? Ешқашан ұрысып мен шектеп айтқан емес. Бір үлкен әңгіме болған шығар. Бір чемпионат Азия болған алдыңғы жылы. Сол жерде тізенің жарақатын алған кезде әңгіме болған. Бірақ түсіндіргем барынша ол спорт мен үшін маңызды екенін және ол спорттың соңына дейін барғым келетінін түсіндірген болған. Қазіргі дайындық барысы қалай өтуде? Екі мезгілдік дайындықтар үлкен жарыстар алдында ғана бола ма, әлде күнделікті ме? Қазіргі кезде менде спорттан бөлек оқуым бар. Мұғалімдікке оқуым, балдарды оқытуға. Сол себепті қазірге тәжірибе өтудемін мектепте. Сол үшін таңғы жаттығу көбіне үлкен жарыстардың алдынан, то есть әлем чемпионатының алдында ғана болады. Ал былай кешкі 5-тен бастап осы 9-10-ға дейін бірнеше сағаттық тренировка болады. Жарыстар алдында өзіңіздің психологиялық дайындығыңызды қалай шыңдайсыз? Қалай өзіңізді күш-жігеріңізді арттырасыз? Жалпы әрбір жарыстың артында көптеген жаттығулар тұрады, көптеген еңбек тұрады. Егер де сол еңбегіңе сенімді болсаң, сол жарысқа қатты бір аса дайындық керек емес, моральды. Егер сен сол жаттығуда істеген нәрселеріңді шығаратынына сенімді болсаң, жарыстың алдына сен дайынсың деп есептеймін. Ал оған сенімді болу үшін әр жаттығуды құр өткізбеу керек. Сол жарыста өзіңді, сол жаттығуда жарыста қалай өзіңді сезінесің, сол сезімді күніне басынан өткере берсең, сол жарыста бір қатты сезінбейсің. Демек, дайын болсаң, сол жарыста өзіңді уверенно сезінесің, сенімді сезінесің. Дайындықта қиын, жарыста оңай болады дейсіз ғой, иә? Тренировкада оңай болса, қиын болса, жарыста оңай болады. Келесі сұрақ, ең қиын қарсыласыңыз кім болды? Сосын және неге ол қарсыласыңыз қиын болды? Ең қиын қарсыластар болған емес. Ең қиын қарсыласым өзім шығар. Себебі әр жарыстарда бір ұтылған кездерде өзімнің қателігімнен ұтыламын. Қатты ұтылған емеспін. То есть өзімнің бір жерде істелмеген нәрселер болса, тренировкада соның кесірінен ұтыламын, и өзіме ұтыламын. Қарсыластар қиын болмайды особо. Негізі өзіңіздің қателіктеріңіз болмаса, сол қарсыласыңызды ұтып аламын деген сондай ой бар ғой, иә? Қандай қателік көп жиі жасайсыз сол жарыстарда? Жауынгерлік самбоға осы спортқа ес тоқтатқалы келгеннен бастап, может, қандай да бір база болмағандықтан, енді әлемдік деңгейде өнер көрсетіп жүргеннен кейін ол жерде де мықтылар болады. Ешкім әлсіз спортшысын жібермейді. Ел өзінің спортшыларын
атағын көтерсін деп, абыройын көтерсін деп жібергендіктен ол жақта әлсіз спортшы болмағандықтан мүмкін бір спортшыға өзімнің күресім әлсіздігінен ұтылған шығармын, біреуіне соққым жетпей қалады. Сол Өзіңіздің негізгі сүйікті бағытыңыз қандай? Кірпілинг па әлде соққы ма? өзіме қазіргі таңда күрес ұнап бастап жатыр, себебі біздің күнделікті тренировкаларымыз кимономен басталады. Из-за этого осы күресті жақсы көріп бастадым, ал оның алдында осы ММА-дағы болатын күрес пен ударка аралас, соққы аралас болсын. Клетканың ішінде төбелескен ұнайды. То есть клеткаға ашқан ұнайды. Спорт жолында ең үлкен қиындық болмаса сындарлы сәт болды ма? Жаңа айтып отырсыз, аяғымнан жарақат алып қалдым деп Азия чемпионатында. Сол сияқты қандай қиыншылықтар болды? Ең қиын сәт бірінші әрбір спортшының ол жарақат алғаннан кейін қайта аяққа тұру шығар, себебі жарақат алғаннан кейін көптеген спортшылар операция басынан өткізеді. Соның ішінде мен операция өткізген аяғыма. Одан кейін ішіңнен ойлар келеді, мүмкін қою керек шығар, мүмкін жарақат дегенмен адамның денсаулығы өзіне қымбат қой. Бірақ ол ойларды спортқа деген махаббат бәрібір жеңеді. Мүмкін сол сәт спортшы үшін қиын шығар. Может, екінші қиын сәт ол әрбір әлемдік деңгейдегі жарыстарға бәрін салып дайындаламыз ғой. Сол дайындалғаннан кейін жеңіліс тапқаннан кейін мүмкін бір уақытша өзіңді жеу мүмкін сол болатын шығар. Себебі қателік өзіңнен кетеді ғой. Ол жерде ешкім саған көмектеспейді, ешкімнің қалауымен істемейсің, бәрі өз таңдауың, әр қадамың өзің ойланып істейсің. Мүмкін солдан қателік кеткенін өзің түсінгеннен кейінгі сәт деп ойлаймын әр спортсменге, әр спортшыға. Жеңілген сәттерде ең қатты айтады ғой, қолдау білдірген адам кім сізге? Бірінші ата-анам, анам. Осы каждый жарыстан әр жарыста звондап отырады, біліп отырады, қоңырау шалып. Атылғаннан кейін бірінші звондайтын адам анам шығар. Түсіндіремін бәрін. Ол өйткені уайымдайды. Уайымдаған кішкене болсын бастыру үшін звондап түсіндіремін. Осылай болды, жеңіс болады, қатар жүреді екеуі деп. Одан кейін тренеріме міндетті түрде звондаймын, ақылын айтамыз. Жеңілгеннен кейін ешқандай да мұңаю деген болмайды. Тренермен сөйлескенде біз уже ары қарай пландарымызды құрастырамыз. Не жетпегенін, не жетті, не жақсы шықты, соның бәрін ойластырып, ары қарай жоспарларымызды талқылаймыз. Енді жиі айтылатын мысалы қолдау сөз, қандай сөз? Мысалы бар ғой қазақта, жеңілген жер көтереді деген сияқты. Қарғындай сөздері бар ма деген? Тренерім жеңсең де мен үшін уже чемпионсың деп айтады. Тек сол чемпиондықты қалғандарына дәлелдеу ғана болды деп айтады. И сол сөз көбіне сенімділік береді деп айтамын. Керемет. Қыз балаға осы ММА болмаса көкпар дейді, мысалы сондай қатты спорт түрлері дейді ғой, сол қажет емес деген пікірлер кездеседі қоғамда. Соған өзіңіздің көзқарасыңыз қандай? Менімен біреу келісер, келіспес, бірақ менің ойымша спорт жыныс таңдамайды. Ер балаға батыл, қайсар болу керек болса, дәл сол қасиеттер қыздың да бойынан табу керек деп ойлаймын. Дәл мен қатысып жүрген спортым ол қыздарға біріншіден өзіне қорғау мақсатында, егер де қазір көп жағдай заман қорқынышты ғой, сол заманда өз-өзіне қорғанып болады, біріншіден қыз бала. Екіншіден ортасы жақсы болады, бос уақытында басқа зиянды істермен айналысқанша осы жерде өз-өзін дамытумен айналысқан дұрыс деп ойлаймын. Біріншіден спорт ол жетістік емес, ол біреуге бір нәрсе дәлелдеу емес, ол спорт өзіңді жетілдіру. Бұл спортта мыңдаған адам келеді, олардың біреуі ғана чемпион болады, ал қалғандары ол өзінің жақсы версиясы, ең лучший версиясы болып кетеді. Соның арасында ол лучший версия ол қыз таңдамайды. Ол дұрыс емес ой деп ойлаймын, қызға керек емес деген. Егер қыздың қолынан келсе, оның өзінің ойы болса, өзінің сол бір жетістікке жетеміз деген мақсаты болса, оған ештеңе кедергі болмайды. Қоғамның пікірі де ештеңе кедергі болмайды деп ойлаймын. Оңтүстікте көкпаршы бір орыс
көкпар тартатын қыз бала бар. Мгм. Сол жаңағындай хейтерларға айтады, кел бірге мен көкпар тартыс, мен сені ат үстінде көрейін. Егер көкпар ер адамдікі деп айтатын болсаң, кел маған дәлелде дейді да. Сол сияқты сізге осылай қыз балаға керек жоқ деген ер жігіттер айтқан ер адамдар болды ма өзіңізге, бетіңізге? Болмаса жаңағындай осы комментарий, пікір дейді ғой, сол арқылы. Көп жерде ондай сөздер естиміз. Себебі өзіміздің қатар бірге тренировка істеп жүрген, жаттығу істеп жүрген адамдардың өздерінен де көп естиміз. Себебі оқу жиын жаттығуларында боламыз ғой әр қалада. Сонда өзімізден үлкен ағалармен бірге жаттығуда болған кезде олардан естиміз. Енді ойлайсың, олар өмір көрген шығар деп. Бірақ өзіңнің де ойың болады, өзіңнің де мақсатың болады. Оларға ештеңе айта алмайсың. Әркімнің өз ойы бар, ойлауға құқығы бар. Бірақ олар менің өмірімді сүріп жүрген жоқ қой, мен өз өмірімді өзім сүремін, өзім жазамын. Менің таңдауым, менің жолым деп айта аламын. Бірақ оларға бір нәрсе дәлелдеп немесе менімен кел деп айту ол әбестік. Себебі ол бәрібір ер адамға бір нәрсе дәлелдеп керек емес. Себебі қыз баласы қыз бала. Осы өзіңіздің мынау спорттағы неңізді көшеде қолданып көрдіңіз бе? Жоқ, ондай ешқашан қолданған емеспін. Себебі қолдануды да дұрыс деп санамаймын. Себебі спорт ол залда дайындалу керек, залда көрсету керек. Біздің өзіміздің тренер де айтады, спаррингте бүкіл күшті салу керек. Тренировкадан, жаттығудан шыққаннан кейін сен уже қарапайым адамсың. Себебі сен күнде дайындаласың, қарапайым адамдардан қарағанда сенде қолыңда преимущество болады. Егер ол адаммен шығатын болсаң, бір жерін ауырта аласың да, одан кейін ол бәрібір проблема болып кетеді. Одан кейін адамның өзіне де байланысты ол нәрсені қолдану өте дұрыс емес деп ойлаймын. Осы жақында Атырауда өткен, мысалы, айтады ғой енді қолайсыздық қой, мысалы, қыз балалардың төбелесіп, сол жерде бірін ұрып жығып, негізі ана жерде көрініп тұр да, негізі спортшы қыздар екені. Өзіңіз бұндай нәрсені істемейсіз, мысалы, көшеде қолданбайсыз. Негізі спортшылар олай өзінің, айтады ғой, данные дейді ғой, мысалы, спорттық несін көшеде қолданған негізі дұрыс емес. Жаңағындай жағдай болмау үшін қандай насихат айтасыз сондай қыздарға, мысалы, көшеде қолданбау керек? Негізі ұл балаға да негізі керек емес нәрсе ғой негізі, бірақ қазақтың қыздарына жатқылық, мысалы, ұят нәрсе. Мысалы, ананы көрген менің өзім ұяламын да. Сондай бір насихатыңызды өзіңіз, мысалы, өйткені білеміз, олар спортшы екені көрініп тұр, бірақ сіз сияқты, мысалы, әлемдік деңгейге шығып жүрген адамдар емес та олар. Әйтпесе, мысалы, таныр едік, мысалы, әлемдік деңгейге шығып жүрген адамдар болса, соған бір өзіңіздің бір жолыңыз үлкен ғой, мысалы, әлемдік деңгейге шығып жүргеннен кейін өзіңіздің насихатыңыз, сондай қыздарға, ойы бар қыздарға, мысалы, тоқтау салатындай бір сөзіңізді айтып кетсеңіз. Енді қазір қоғамда адамдардың пікірі онсыз да теріс қой, қыздардың осындай спортқа қатысқанына. Ал ол қыздар оған дәлел болып жатыр десем болады. Себебі адамдар ойлайды, қыздар мүмкін сол төбелес үшін келетін шығар деп. Бірақ қыздардың спортқа бірінші келуі ол өзіне деген сенімділікті дұрыстау, өзін қорғау жолында деп ойлаймын. Ал оны көшеде қыздар арасында қолдану ол өте дұрыс емес. Себебі спорттың қадірін түсінген қыздар, спорттың қандай басқа да жақсы нәрсе бере алатынын түсінген қыздар негізі өтпеу керек. Себебі ол біріншіден сенің атақ абыройыңды түсіретін нәрсе. Себебі ол видеоны көбі көрді деп ойлаймын. Ол қыздардың араласып жүрген ортасы да көрді деп ойлаймын. Біріншіден ата-анасының абыройларын түсіріп жатыр ол жерде. Ол қыздар мүмкін енді бастап жатқан қыздар шығар деп ойлаймын. Себебі олай теріс қылық көшеде көрсету өте қате нәрсе. Қазақ қыздарына жат нәрсе. Ол нәрсе ұлдарға да қатысы бар. Бірақ именно қыздарды алатын болсақ, қыздар басқа қыздарға зиянын тигізбеу керек деп ойлаймын. Себебі ол видеоға қарап спортқа бергісі келіп отқан ата-аналар басқаша ойлап қалуы мүмкін да. Егер қыздарымды берсем, может, сондай теріс қылық шығаруы мүмкін дейтін. Бірақ қыздар осы жерге келіп өзін
жақсы өнер көрсете алатын ер адамдардан да кем емес екенін осы жерде көрсетсе жақсы болатын еді деп ойлаймын қыздарға. Қазіргі осы біздің арамызға қосылғысы келетін қыздарға да айтарым, ол өздерінің жақсы версияларында көрсетуге тырысыңдар, ал өздерінің кемшіліктерін де жасыру керек. Мүмкін ол нәрсе ашумен болған шығар. Ол екі арада ұрыстың кесірінен болған нәрсе екені анық қой. Бірақ ол нәрсені ашуды сабырға жеңгізіп, сөзбен де шешуге болатын еді деп ойлаймын. Себебі ол жерде біз көріп тұрмыз ғой, бір қыздың күші бар екенін, ол қыздың былайша айтқан кезде ұрып жатқанын көріп тұрмыз ғой. Ол нәрсені сөзбен шешіп, мүмкін ол жерде жақсы нотада қоштасуға болатын еді мысалға. И дальше өзің жаттығуыңа кетіп, өзіңнің ашуыңды может сол жерде шығаруыңа болады. Ол нәрсе главное өзіңе де зиянын тигізбейді, басқаларға да зиянын тигізбейді, жаман абыройыңды да шығармайды. Сол үшін қыздар, егер де жақсы атақты абыройлы болғыларың келсе, өздеріңді дамытып, өздеріңе сенімділікті, өздеріңді қорғай алғыларың келсе, тек залда көрсетуді кеңес беретін залда көрсетуге ол өнерлерді. Негізі мықты адам ондай ситуацияда сабырлықпен негізі шығып кетеді негізі. Солай шығу керек деп санаймын, себебі сен болашақта егер танымал болатын болсаң, егер болашақта жақсы әлемдік деңгейлерде одан выше кететін болсаң, ол нәрселер бәрі шығады да, себебі ғаламтор бәрін есінде сақтайды ғой, бәрібір ол нәрселер бір жүктелген нәрсені бәрі алып кетеді да бір-бірімен. Және де сол болашақта жаман атағың шықпас үшін, енді олар кішкентай шығар қазір, бірақ олар болашақта түсінеді да ол нәрсені қате істегендерін. Ол кезде уже оны өзгертуге кеш болады да, бір нәрсе өзгертуге. Солай. Жекпе-жек спорттары сіздің өміріңізге, мінезіңізге қалай әсер етті? Осы спорт негізі батылдықты және де физикалық тұрғыдан бөлек адамның моральды, қайсар мінезін бәрін қалыптастыратын спорт қой негізі. Бұған келгенге дейін, может, өмірдің қиындықтарын қатты мән беріп қабылдаған болсам, қазір қалай спортта қиындықтар туады, солай өмірдің қиындықтарын да қабылдай білем, одан шыға білем деп айтсам болады. Бәріне жеңіл қарайтын болдым. Мен білем, мен мықтымын, одан өте алатынмын деген сияқты. Себебі мен мықты екенімді көп жерде дәлелдеймін ғой енді. Дәлелдеу үшін енді жаттығу істейсің, сол жаттығуда істегендеріңді дәлелдейсің, сол сияқты өмірде де былай өзіңнің принциптарың жақсы болса, қиындықтарды жеңуге болады деген ой қалыптасты өзімде осы спортқа келіп. Кейбір спортқа келмей тұрған балаларды, мысалы, болады, тұйық болады, кейде мысалы қатармен араласқысы келмейді, үйден шықпайды деген сияқты, сондай. Кейін спортқа келгеннен ашылып, мінезі өзгереді, тұйықтығын жоғалтады, жаңағындай ашылады. Сізде бұрын спортқа дейінгі мінез қандай болды? Дәл осындай болды ма? Мінез негізі өмірде көп адамдармен ондай қарым-қатынас жоқ менде қазіргі өзімнің залымдағы балдардан қарағанда. Себебі осы жерде мен өзімді шынайы ұстай аламын. Ешкім бұл жерде сені сөкпейді, бір нәрсе дұрыс шықпай қалса да, ешкім сені үстіңнен күлмейді, мазақтамайды деген сияқты. Может, соның әсерінен шығар, былай өмірде дегенде осы ғой өмірім, но залдан шыққан кезде уже басқа Гүлмайра боласың да, кішкене өзіңді ұстап, адамдар арасында сабырлылық ұстап, ол нәрсе, айттым ғой, оқу оқып жатырмын, оқуымда да қатысты, көп адамдардың арасында өзімді сабырлы ұстап, солай болсам, ал мына жерде басқаша кейіпке енеміз кішкене, себебі атмосфера сондай осы жақта, бәрі бір-біріне бауыр сияқты. Мүмкін сол үшін де бір үйдің балалары сияқты. Иә, бір үйдің балалары сияқты болғандықтан, мүмкін сол үшін де балалар осы жаққа келіп ашылатын шығар. Керемет. Келесі сұрақ. Қазіргі таңда, қателеспесем, UFC-де қазақ қыздары жоқ. Қырғыздан бар, мысалы, қырғыз қызы болмаса, мысалы, Валентин Шевченко, мысалы, чемпион өзінің салмағында. Сізде сол UFC-ге барам деген арман бар ма? ММА-ға келген барлық спортшылардың арманы сол UFC ғой, себебі ол
любительский уровеньнен кейінгі әлемдік деңгейде бірінші орында профессионалдардың тұрған, ішіндегі ең биік шыңы. Олимпийский спорттардың ішінде олимпиада болса, бізде сол UFC ғой. Әрине мақсат бар, сол жолда еңбек етуге тырысамыз, еңбек етіп жатырмыз. кейіннен осы оқу бітіресіз, мысалы бұйыртса сол UFC-ге нетесіз, содан кейін өзі болады, адамның өзінің шарықтау шегі болады, содан кейін адам өзі бапкерлік бағытқа кетеді, біреулер үлкен спорттан қош айтысады. Сіздің өзіңіздің мақсатыңыз қандай? Бапкер болу ма, әлде басқа кәсіп түрімен айналысасыз ба? Жаңа айтып отырсыз, мұғалім, сол мұғалімдікпен айналысасыз ба? Негізі осы спортқа келгенге дейін ойлағам, мұғалімдік жол негізі ол жол ғой. Сол жолда өзімді елдің болашағын қалыптастыратын ұрпақ тәрбиелеймін деп ойлағам. Бірақ ол нәрсені тренерімнен үйрендім. Спорт арқылы да тәрбиелеуге болады. Себебі көп адам мектепте өзін басқаша ұстайды, көшеде басқаша ұстайды. Ал мектептегі ахуалға сен әсер ете алмайсың. Себебі сен әр оқушыға минимум 1 сағатқа да арнайсың. Ал класста 30 оқушы болады. Оларға либо сабақ үйретесің, либо осы тәрбие бағытында әңгіме жүргізесің. Ал спортта жаттығуда ол басқаша, мүлдем басқаша. Ол бағытта сен ұрса аласың, себебі ол өзіңнің оқушың ғой, былай айтқанда. Жарыстарға бірге барасыздар. Бірге барамыз. Класста әртүрлі адам болады ғой. Олар әртүрлі мақсатпен жиналған адамдар да бір сыныпта. Ал мына жерде бәрінің мақсаты бір. Олар бір-біріне мысал болады, бір-біріне тұлға болады. Сол арқылы осы жақта тәрбиелеуге де болады деген пікірді қалыптастырдым қазіргі уақытта. Алдағы уақытта өзім бапкер болғым келеді, бірақ қыздарды жаттықтырғым келеді. Себебі қыздар өте аз, олар осы қоғамның пікірінен де шығар, көп бара бермейді. Ал бапкерлер де қыздарға көп сене бермейді, оларға қарағанда. Олар результат көрсетеді деп ойлайды негізі. Қыздар да егер дайындаса, олар результат көрсетеді. Сосын қыздардың өзі, мысалы, ер адам бапкер болса, одан ұялады, сосын жаңағыдай ер балалар болса, одан да қысылады, сол үшін спортқа келмеуі мүмкін. Ал бапкер қыз бала болса, мысалы, көп келеді дейсіз ғой. Негізі арқалықта негізі керек осындай бапкер қыз бала. Қазақстан чемпионатына қатысу қандай сезім, сосын әлемдік чемпионаттарға қатысу қандай сезім? Екеуінің мысалы болады, мысалы Қазақстанда өнер көрсетіп жүрген адам әлемдік деңгейге шыққан кезде бір іште бір өз қобалжу болады. Сондай сезімдер қалай жеңесіз, қалай болады? Қазақстан мен әлемдік деңгей масштаб жағынан, адамдардың мықтылығы жағынан ғана айырмашылық бар десем болады. Ал адамның ол настройына әсер етпейді деп ойлаймын. Себебі ол Қазақстан болсын, ол әлемдік деңгей болсын, ол жерде оңай адамдар жүрмейді. Оларға қарсы бәрібір өзіңде бір настрой болу керек, оларды жеңем деген мақсат болу керек. Мен Қазақстанда да әлемдік деңгейде де өнер көрсеткен кезде ішімде бір сезім болады, мақсат болады, жеңу керек деген. Осылай өзімді дайындасам, ешқандай қобалжусыз шығамын жарыстарға негізі. Негізі сол әлемдік деңгейде көбіне айтады ғой, әділетсіздіктер көп жиі кездесе ме? Әділетсіздіктер мүмкін болатын шығар. Мысалы, жеңіп тұрасың, мысалы, не жағынан очкомен, мысалы, бірақ қарсыластың қолын көтерген кезде, мысалы, болады ма осындай сәттер? Болды ма? Ондай бүкіл спортшыда болады деп ойлаймын. Ол ситуацияда бастысы сынып қалмай. Ол негізі судьяларға өзіңді бұруға мүмкіндік берген өзің ғой. Себебі ол жарыста сен оны уақытынан бұрын бітіруге болатын бет деген сияқты. Өзіңнен қате іздеген дұрыста. Ал судьяларға ол жауап беретін болсаң, ешқашан өспейсің, себебі бүкіл жерде политика бар, бүкіл жерде бұрмалау деген нәрсе бар. Сондықтан келесі сол жарыс бұрмаланған может жарыстан өзіңе бір ой түйіп, келесі жарыстарға екі есе дайындықпен келген дұрыс деп ойлаймын. Жаңа айтып отырсыз ғой, уақытынан бұрын жеңуге менде мүмкіндік бар деген сияқты. Негізі бұл бапкеріңіздің сөзі ғой, иә?
Спорт, оқу және жеке өмірді қалай үйлестіресіз? М, егер қалаған ісің болса, оған міндетті түрде уақыт табуға болады деп ойлаймын. Егер басында сүйікті ісім осы оқу болса, одан кейін спорт қосылды. Екеуіне барынша үлгеруге тырысамын. Ол нәрсе менің қолымнан келеді деп ойлаймын. Себебі таңертең оқуда болсам, түстен кейін біраз демалып, тренировкаға дейін уақыт бар жетеді. Бір күн адамға негізі біраз нәрсе істеуге мүмкіндік береді ғой. Ал уақыт жетпеу, сабақ деген нәрселер ол жай отмазка деп, сылтау деп ойлаймын. Бәріне үлгеруге болады, егер тырыссаң. Тырысып, бәріне үлгеруге болады. Жаңа UFC деп кеттік қой, мысалы жақында ғана Асау Алмабаев бауырымыз, қазақтың өзіміздің, сол жеңіске жетті. Сол жеңістен кейінгі сөздері конференцияда, біздің қазақтар дейді да, жанкүйерлер, сен жеңсең дейді, қолдаған кезде биікке, аспанға дейін көтереді дейді. Сосын егер құласаң дейді, жерге көміп тастайды дейді. Неге біз қазақтар неге сондаймыз, сіздің ойыңызша? Өйткені жиі кездестіреміз, мысалы алдында Бекзат Алмахан екінші жекпе-жегінде UFC-дегі ұрып ұйықтап тастаған кезде, мысалы уақытынан бұрын, сол кезде Бекзат мықты болып чемпион болады деді да, осы жеңілгеннен кейінгі мысалы пікірлерді қарап отырсаң, бұл қоя салсын деген осындай әңгімелер айтылады. Негізі білмеймін, нағыз спортшылар, мысалы спортты ондай спорт, қиын спортты басынан кешірген адамдар негізі ондай сөз жазбайды негізі. Ал бұл хейтерлер, менің ойымша, жеке ойым, олар спорттан дәмін сезбеген адамдар деп ойлаймын. Ал сіздің ойыңызша қалай? Қазіргі таңда енді бүкіл адам қарау ғаламтор ғой, әлеуметтік желілер. Әлеуметтік желіде егер сен танымал болсаң, саған хейт келетіні ол анық, себебі ол жерде бүкіл адам отырады десек болады. Спортты көрген адам да, көрмеген адам да отырады. Сосын диванда отырып пікір жазады. Иә, диванный критиктар өте көп. Сіз айтқандай, сізбен толық келісемін. Спорт көрген адам, бұл тренировкалардың бәрін көрген адам, бұл сондай деңгейге жетудің өзі қандай қиындықпен келетінін білетін адамдар біреуге ондай сөздер ешқашан айтпайды деп ойлаймын. Ал Асу Алмабаев, Бекзат ағаларыма айтарым, көш жүреді, керуен кешеді деген сияқты ғой. Адамдар айтқан жерінде қалады ол сөзі, ал саған дальше жүру керек. Дальше өзің өткізіп алған, ұтылып қалған бойларыңның орнын толтыру керек. Сондықтан сөзге ешқашан мән бермеу керек. Енді ол қиын ғой, енді адам болғаннан кейін бәрібір сөзді оқисың, өзіңе не жазылып жатқаны қызық қой, былайынан айтқанда. Бірақ тек айтарым, дұрыс жақтарын оқыса екен. Себебі оған қолдау көрсететіндер де көп қой негізі. Дұрыс жағын оқып, дұрыс емес жағын ол дұрыс емес адамдарға қалдырған дұрыс та. Ал сен өзіңнің ол жаттығуларыңа әсер етпеу керек, то есть настроеңа әсер етпеу керек. Сен уже ондай деңгейге жетіп тұрғаннан кейін сен сол деңгейдің адамсың. Ол ешкімнің күмәні болмау керек та. Ол жерде сен просто так жүрген жоқсың. Значит, сен сол жерге лайықсың и соны барынша дәлелдеу керек деп ойлаймын. Неге Асуды айтып кеттім? Өйткені осы соңғы екі жекпе-жегінің алдындағы жекпе-жегінде мысалы жеңіліп қалды. Ал негізі былай қарап отырсақ, негізі ол жерде әділетсіздік болды да, мысалы көзден шұқыт, мысалы Асуды қарасақ, қашып жатқан, қорқып қашқан сияқты да. Негізі ол айтып отыр да, тоқтатыңдар, мен көзім шұқып алды деген сияқты. Ал оны мысалы хейтерлер білмеймін, көрмей ма, әлде көздері соқыр ма, алды да мына Асу қорқақ қой, мына шықпай ақ қой, тастай сал деген сияқты. Одан кейінгі осы соңғы екі жекпе-жегінде мысалы жеңіске жетті, мысалы біреуінде немен болса да, мысалы 3 раунд төлес болса да, ал екіншісінде мысалы уақытынан бұрын енді бір мысалы біздің қазақтың айтады ғой, жаңағы өзіміздің қазақ спортшыларын UFC-де жүрген соны бапкерлері, мысалы болмаса менеджерлер айтады да, біздің қазақтар 1-2 бой жеңгеннен кейін дайындыққа дұрыс көңіл бөлмейді да, Қазақстанға кетіп қала береді дейді. Негізі олар көбіне сборларын Таиландта өткізеді, Америкада өткізеді. Сол негізі соған келісесіз бе? Мысалы қазақтар мысалы көбіне жаңағыдай жеңе бастаған кезде былай дайындықты мысалы көбіне тастап кетеді деген сияқты. Ол адамның өзіне байланысты деп ойлаймын. Себебі қазақ деп айта берсең, қазақ деп біраз жерге түсіруге болады. Бірақ ол адамның өз сана сезіміне байланысты ғой бірінші орында. Ол өзі маңыздылығын түсінсе, сол спорт карьерасын ол өзіне бар керегін істейді деп ойлаймын.
себебі оның уже командасы болады, өзінің тренерлері болады, оны шығаратын адамдар болады, организаторлары болады. Солардың айтқанын тыңдап барынша қолдан келген істеген дұрыс деп ойлаймын. Ал былай негізі адамдар айта береді ғой, олар білмейді сен қандай қиындықтан өтетініңді, қандай жаттығулардан өтетініңді, себебі өзім көрген көзіммен біз сборға барамыз, ал например дзюдоисттер мен боксерлар, олар 12 ай болады екен сборда мысалға. Но олар жеңіс пен жеңіс қатар жүретін болғандықтан, маңызды бір жарыстарда ұтылған болғандықтан, ұтылса тағы опять же адамдар жазады да, олар дұрыс дайындалмайды, оны орнына мынаны жіберу керек деген сияқты. Бірақ олар білмейді ғой қандай қиындықтан өтетінін. Мысалға біз 6 айда 2 рет барсақ сборға, олар боксерлар мысалға, боксшылар уже 6 рет олар сол жақта болады да. И мысалы Нұрбек Оралбайды көбіне айтады адамдар. Соңғы несін әлем чемпионатында ұтылып қалды ғой, жарыс жолынан шығып қалды. Соны да көбі жамандаған болатын, бірақ мен ойлаймын, ол әлі дейді деген сияқты. Сол тема всех бәріне касается деп ойлаймын. Барлық адамға қатысты деп ойлаймын. Енді жаңа айтып жатсыз ғой, дзюдо деп, күрес деп, мысалы Абиба Абужақынова мысалы спортшы осы олимпиадаға қатысты, негізі былай қазақтың көк туын желбіретіп жүрген қандасымыз ғой. Сол кісіге мысалы көлік сыйланады, білеміз мысалы, осы өзіне мысалы жанкүйерлері ма, сол кезде хейт шықты тағы. Бұл негізі жеңіліп қалды ғой деген сияқты. Сол кезде бір айтқан сөзі бар еді. Негізі мен бірыңғай жеңіліп жүрген жоқпын ғой дейді. Жеңіс пен жеңілісім қатар жүр ғой, мен еңбектеніп жатырмын ғой, мен бұл нәрсеге де лайықпын ғой дейді. Негізі лайық қой ол кісі. Ал бірақ неге деймін да, жарайды, ер адамдар жаңа асу болсын, жаңа кім болсын, Бекзат болсын, олар ер адамдар сынды көтереді да. Ал қыз балаларға негізі қиын да ондай сынды көтеру, өйткені ол онсыз да мысалы отбасы болсын, отбасы қарсы болмаса да мысалы әулетінде бір адам айтады да, қайтесің бұл спортта дейді. Сен қазақта қандай сөз бар мысалы, әйел адам ол бала тауып үйде отыру керек деген сияқты, бізде сондай дұрыс емес, надандық не бар да, пікір бар да адамдарда. Негізі дұрыс емес та былай. Мысалы Әбибағаны мысалы мен бір рет жылап сұхбат берген көрдім да. Неге осындай қатты, қазақтарда неге қатты хейтерлер көп деймін да. Басқа елдерде бар хейтерлер, бірақ ондай мынау порогтан шығып кетпейді да олар. Неге біздің қазақтар ондай? Соны түсінбеймін да мен өзім. Сол сіздің ойыңызша неге олай? Мүмкін қазақтар дамушы ел, енді ел болғанымызға да көп болған жоқ қой, былайша айтқан кезде. Жарты жылдық әлі өткен жоқ, жарты ғасырда өткен жоқ әлі ел болғанымызға. Мүмкін әлі сол адамдардың бұрынғы кездегі сана сезімдер қалып қойған шығар деп ойлаймын. Себебі қазір былайша айтқан кезде көбі өздеріне сенбейді ғой. И бір адамның жетістігін көрсе де артқа тартып отырғанын жақсы көреді да. Ол адамның жетістігін былайша айтқанда көре алмайды. И ол адамның аңдып отырады ғой, былайша айтқан кезде ғаламторда, байқайсыз ба? Мысалға өткенде Асу Алмабаев ұтылған кезде ғаламторда көп видео болды. Оның екінің бірі білді да оның ұтып қалғанын. Ал қазір Асу Алмабаев ұтты, бірде бір видео көрген емеспін оның қалай ұтқанын, қалай уақытынан бұрын аяқтап қойды. Жеңімпаз атанған ешкім айтпады да мысалға. Сол нәрсе әрине көңілді түсіреді, бірақ мен айтарым спортшыларға, өздерің ғой енді спортты таңдаған, осылай білдіңдер, танымал болғандықтан ондай хейт келетінін бәрі біледі. Соған морально дайын болу керек деп ойлаймын. Және сол жағын кішкене өздерімен жұмыс жасап, негізі ойлаймын, ондай сөздер, егер сен уже любительскийдан өтіп профқа өтсең, ондай сөздерге негізі мән бермеген дұрыс. Себебі ондай сөздер тек артқа тартады. Ондай адамдармен ондай адамдарға мән бермей, алға қарай ол сөздерге мысалы мән бере берсе, онда ол ары қарай дамымайды дейсіз ғой. Ондай нәрсе алға қарай дамытқызбайды. Спорттан тыс қандай хобби болмаса қызығушылықтарыңыз бар? Спорттан басқа кішкентай кезімнен сурет саламын, кітап оқығанды жақсы көремін. Көбіне бірақ қазір жасым өскен сайын түсінем, қайсы нәрсемен көбірек негізгі уақытты арнап, сол жетістік алып келетін нәрсеге бүкіл күшімді салуды, ал кейбір нәрселерге кішкене күніне аз болсын уақыт арнап
айтып отырғанды түсініп келе жатырмын. Спорт менің өмірімнің бір күнінің 70-80% алады десем өтірік айтпай ақ қояйын. Себебі әлемдік деңгейге шығу, ол жерде турист болып барып келмей, ол жерден қазақтың абыройын көтеріп, қазақты басқа елдерге танытып келген дұрыс деп санаймын. Сол үшін хобби қазіргі таңда көп мән берусіз қалады. Себебі соңғы рет қашан кітап оқығанымды білмеймін, бірақ негізі жақсы көремін кітап оқығанды. Оған бірақ уақыт жете бермейді. Андай пойызда кетіп жатқанда Иә, олар обязательно міндетті түрде ол кезде уақыт сол барынша арнауға тырысамын. Оқу жаттығу жиындарында уақыт көп болады, себебі қазіргі енді басқа қалада тұрып жатырмын ғой, басқа қалада өзіміз тамақ істейміз деген сияқты. Ал оқу жаттығу жиынында біздің тамағымыз, тұратын жеріміз бәрі дайын болғандықтан бізден тек талап етілетін нәрсе ол жаттығу істеу, жақсы жаттығу істеп демалу. Ал демалған уақытымда сол оқу жаттығу жұмысындағы оқуым да осы жақта қалады. Сол жақта больше өзімнің хоббиіме мән беруге болады. Қазақтың қазіргі танымал боксшысы Жәнібек Әлімханұлы бір сұхбатында айтады да, мынау дайындық дейді, спорт. Олар Америкада дайындалады ғой. Біздің уақытымыз жаңағыдай спорт дейді да, сосын бос уақытымызда, мысалы демалған уақытымызда кітап оқимыз дейді. Спорт біздің физикалық, мысалы сыртқы күшімізді арттырса, кітап біздің рухани күшімізді арттырады дейді да. Сол үшін негізі өзім кітап оқуға жаңағыдай негізі кеңес беремін. Спортшы болғаннан кейін демалған уақытта негізі спортты ойламаймын. Мысалы жарыстардың алдында мысалы кітап оқып, адам өзінің рухани күш жігерін мысалы дамытса, онда ол жарысқа шыққан кезде өзіне де жеңіл болады да. Сүйікті спортшыңыз кім? Өзіңіз үлгі тұтатын болады ғой, мысалы біреулер мысалы Хабибті мысалы өзіне үлгі тұтады, сондай мысалы чемпион болғым келеді деген сияқты. Мысалы өзіңіздің қазіргі таңда қазір осы үлкен спортпен қоштаспай, сол үлкен спортта жүрген спортшы кім деп ойлайсыз? Көп осы уақытқа дейін, кешеге күнге дейін негізі ондай қатты сүйіп қарайтын спортшым болмаған, бірақ осы соңғы уақытта Валентин Шевченко деген қырғыздық атын шығатын қыз, әйел спортшыны көргем. Бойларын қазір жиі көретін болдым. Мүмкін сол адамды қазір сеніммен айта алатын шығармын, себебі пояс иегері, чемпион, 56 килограмм. 56 килограмм дәрежесінде чемпион. Кеше тағы бір поясын қорғаған. Қателеспесем, бір 5-тен артық рет қорғап тастады, ол кісі. Соңғы тағы бір қорғап. Сосын жасы да бір келіп қалған сияқты, бір 30-35. Ол жағын білмедім. Ешқашан өзіме, білмеймін ол дұрыс па, дұрыс емес па, бірақ өзіме фаворит бір спортшы таңдаған емес. Мүмкін оған қызықпадым ба, білмеймін. Бірақ қазір сол спортшының жолын қайталағым келеді барынша. Ол өзінше жүріп өтті ғой енді, бірақ соған ұқсап тырысқым келеді. Себебі дәлелдеп жатыр да, ол әйел адамның, қыз баланың қолынан келетін. Ол қанша бой өткізді, ода жеңіліс те болды, жеңіс те болды, бойларын көрсем, соған ұқсағым келеді барынша. Ең ауыр жаттығу өзіңізге қандай? Мысалы мен өзім спортта жүргенде кросс дейді ғой, негізі жүгіргенді жек көремін. Сол сияқты өзіңіздің бір ұнатпайтын жаттығуыңыз бар ма? Ұнатпайтын жаттығу. Ұнатпайтын жаттығу емес, бір процесс бар. Салмақ қуу деген. Ол салмақ қуу осы кешеге дейін ұнамайтын өзіме, себебі біраз салмақ қуамыз. Қанша салмақ қуасыз? 7-8-ге дейін барған. Ең көп салмақ қуамыз. Бірақ қазір қумаймын, данный момент. Может, ереже жекпе-жек болған кезде, ММА болған кезде қуатын шығармын. Алдағы уақытта жауынгерлік самбода бұрын 50 килограмм дәрежесіне қуамын, ал қазіргі таңда 54-ке шығамын. Мүмкін сол жағынан да қазіргі таңда жарысқа басқа мақсаттар өзгере бастады. Уже сен қалай салмақтан өтем деп емес, ол процессті басына алып тастайсың да, уже жарысқа настрой құра бересің бір күн бұрын. Ал бұрында бірінші салмақ істеу мәселе болатын. Сол салмақ істегеннен кейін барып жарысқа настрой құрамыз. Ал қазіргі таңда ол процесс кеткеннен кейін жақсырақ
деп ойлаймын өзім. Бірақ оңай дейсіз ғой, иә, жеңілдет бірақ тағы тренерім айтқан, ол процесс саған қарсы емес, сол процесс біргесіңдер деп. Сол процесс арқылы ғана жеңіске жетуге болады деген сияқты, ол процессті өзіңе қарсы қоймай. Содан барынша, енді рахат алу қиын ғой, бірақ ол процесстен, бірақ барынша соны қабылдап, соны жақсы істеп шықсаң, жеңіс обеспечен болады. Керемет сұхбат болды. Сұхбатқа келіскеніңізге рахмет. Спортта жеңістеріңіз көп болсын, сәттілік тілейміз. Сіздерге де рахмет. Өз ойымды ашық жеткізе алғаныма жақсы әңгіме үшін рахмет.